Инстаграмдағы алаяқ 7-ші бөлім. Адамның сеніміне кіріп сөйлеп, ақшасын алған соң лақтырып тастайды. Сымбат не істерін білмеді. Басқа ізін аңдыған қайнапкелеріне мазақ болдау. Әйелдің іші өртеніп, бір нүктеге қадалып отырып қалды. Кімнен ақыл сұрарын білмей, осы жасқа жеткенде құр уәдеге алданған өзіне де обал жоқ. Қолы діріліп, полицияға хабарласты. Өмірінде бірінші рет полицияға хабарласып тұр. Басынан өткен жағдайды баяндады. Келісім шарт бар ма? Сөзіңізді дәлелдейтін құжат бар ма деді полиция. Жоқ, деді Сымбат күмілжіп. Онда сотта жеңілесіз, деді полиция. Шағым жазыңыз, тергеуді содан кейін бастаймыз. Сымбат үйден ұрланып шығып, полиция бөлімшесіне беттеді. Бар дәлелі чек. Телефонында оқу ақысын төлегені туралы чек тұр. Қалған сөздерді әлгілерге ренжіген кезде өзі өшіріп тастаған. Бұл әрекеті бекер болған еді. Ашу үстінде ақылға салмапты. Арада біраз күн өтті. Бұл күндер Сымбат үшін ең азапты уақыт болды. Іште уайым шегіп, ешкіммен сөйлеспей жабылып қалды. Тіпті балалары да аналарының бұл күйін байқап жәутеңдеп жүр. Сымбат бөлмесінде оңаша қалғанда жылай береді. Жалпы саны 100 мыңдай қарыз еді. Келесі айда қайтаруы керек. Бұл ақша кейбіреу үшін аз болса, Сымбат үшін алынбас қамал тәрізді. Қайдан табады? Кімнен сұрайды? Шыңғысқа айтса, шаруасы бітті. Балаларын алып қалып, өзін тырқыратып қуып шығары анық. Сымбат қарыздан құтылу үшін қандай жұмыс болса да істеуге дайын. Сөйтіп көшеге шығып, жұмыс істеуге бекінді. Бұған дейін ата-енесінің қабағын бақып келген келіншек күйеуіне бір ауыз ескертуді жөн санады. Қарсы болса да бәрібір жұмыс істейді. Өйткені мойнында қарызы тұр. Кешкісін Сымбат күйеуіне: ертең жұмыс істеуге шығам, деді, төтесінен қойып қалды. Жұмыс істегені несі? Әке шешемді кім қарайды, дейді Шыңғыс. Өздері шайларын қойып жеді. Тамақтарын дайындап кетем. Жұмыс істеймін. Қандай жұмыс болса да істей беремін, деді Сымбат. Шыңғыс ата-анасының мақұлдауынсыз аттап баспайтын адам. Үйде кішігірім түсініспеушілік болды. Сымбаттың енесі қабағын шытып, келіннің шешімін құптамады. Керісінше, жұмыста не бар, тыныш үйде отырсын, деді. Сымбат осылай боларын білсе де, басын тәуекелге тігіп отыр. Басқа амалы жоқ еді.